Ол үшін бізге мен қойдың бауырын алдым. Мейлі сиырдікі болсын, бола береді. Қойдың бауыры, пияз, сәбіз, сосын 4-5 чеснок, сосын картошка. Картошкадан үшеуін алып, осылай бәрін турап қойдым. Себебі мен қолдың мясорубкасынан өткіземін. Сол үшін өзіме ыңғайлы болу үшін бәрін майдалап турап алдым. Барлығын жақсылап мясорубкадан өткіземіз. Картошка сәбіздер қатты болғаннан кейін сәл қиындау өтеді. Картошка сәбіз сағат арасында ортада сәл жібермесек жұмытша. Картошка сәбіз қатты болғаннан кейін итер ойда қалып кетеді. Осылай барлығын айдап бір ыдысқа құйып аламыз. Міне мен барлығын айдап болдым. Енді соған жұмыртқа саламыз. Мен бір жұмыртқа салдым. Үйде сол бір ғана жұмыртқа екен. Екеу салсаңыздар да болады. Жұмыртқа бір-бірінің басына бірігіп тұру үшін саламыз жұмыртқаны. Сосын 2 ас қасықпен 2 ас қасық ұн салдым мен. Сосын дәміне қарай тұз саламыз. Мен кішкентай қасықпен 1 қасық тұз салдым. Чайния қасықпен. Сосын азырақ қарақұш салдым. Бұдан да үлкен ас қасықтың ұшына ғана салдым. Жобамен 1 кішкентай чайный ложка ғана. Азырақ сүт құйдым. Осыны жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде байқаңыздар, қатты сұйық болып кетпесін. Қазір тападағы майға салып қуырған кезде шашырап ағып кетпеу керек. Қою әдемі. Бұдан қатты сұйық болса, ағып бастары бірікпей қалады. Енді осыны табада қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Тапаны май құйып қыздырып алдым. Енді осыдан 1 ас қасықты алып, тапаға салып, сәл басып формаға келтіреміз. Барлығын дәл осылай пісіріп аламыз. Алғашқы сағандарым қызарып жатыр. Нәбетіне аударып қызартып пісіріп аламыз.
көптеу қылып пісіріп жатырмын, себебі үйде адам көп. Оның үстіне ертең Құдай қаласа құрбан айт, келе жатқан айттары құтты болсын. Аман есен оразаны бітірдік. Құдай қаласа ұстаған оразаларыңыз, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Осылай ұзатып салып аламыз. Міне, пісіріп біттім. Өте әдемі шықты. Аузым берік болған соң дәмін көре алмадым, бірақ үйдегі кішкентай балдар жеп, біразын жеп қойды. Ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.